Сәлем, жалқауларға арналған пісірме дайындаймыз. Ол үшін керекті ингредиенттер видеода көрсетілген. Ең алдымен кабачкиді жуып, қабығын ашып аламыз. Кейін оны теркадан өткіземіз. Ірі теркадан өткізе берсеңіздер болады. Енді оған тұзды саламыз. Жақсылап араластырып 5-7 минут қойып қоямыз. Суы шығу үшін. Фаршқа пиязды қосамыз. Суы шыққан кабачкиді ситаға салып, суын жақсылап сығып аламыз. Жақсылап суы керек, суы болмау керек. Кейін оған жұмыртқа қосамыз. Қара бұрыш пен тұзды дәміне қарай салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болу керек. Салма дайын. Енді табаны өсімдік майымен майлаймыз. Салманы саламыз. Бір келкі қылып жаямыз. Ал беткі қабатына қаймақ пен жұмыртқаны қосып, араластырып, жайып шығамыз. Беті кеуіп кетпес үшін қолданамыз. Осы кезде ірімшік пен қызанақты аралап салсаңыздар болады. Ал мен салмадым. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Тамақ дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте тез, жылдам және өте дәмді шығады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Зухра Алдияр.